Assalamualaikum құрметті қонақтар, ассалаумағалейкум қадірменді меймандар. Бүгінгі думанды берекелі тойымыз құтты болсын. Ерасылдың бір жас тұсау кесу тойы құтты болсын. Бір қошемет шапалақтарыңызды ұрып қойсаңыздар. Ал енді құрметті қонақтар, десек те 2 сағаттай орнымызда отырып, ет, салат жеп отыратын жайымыз бар. Ендеше барлығымыз орнымыздан тұрайық, жымиып күліп тұрайық. Бүгінгі думанды кешіміздің ең басты себепкерлерін қарсы алатын боламыз. Сондықтан тойдың төріне әдемілеп тұрып, коридорды құрып, қошемет шапалақты аямай, айғайлап шулап, бүгінгі тойымызды иелерін қарсы алатын боламыз. Той құтты болсын! Құрметті қонақтар, барлықтарыңыз дайын болсаңыздар, тағы да бір айғайлап шулап қошеметтеріңізді тыңдап тексеріп алайықшы. Той құтты болсын! Бәрекелді. Ал бүгінгі той думанымыздың кереметтей той иелерінің той төріне қарсылайық. Ортаға Нұрболат, Әйгерім және де сүйікті батыр Ерасыл ұлдарын ортаға тойдың төріне қарсылайық. Қошеметті аямай, ал кеттік маэстро. Бәріміз бірге. Өзгелерден таратылған, өр намыстан жаратылған баласын мен батырлығы, қаймен бойға таратылған музыкасыз Ерасылдың құрметіне дугул қошемет шапалақтарыңызды ұрып қойсаңыздар. Ал енді құрметті қонақтар, бүгінгі той думанымыздың Ерасылдың асқары таудай әкесі Нұрболатқа той иесіне 2 қолымызды биік көтеріп, кім шын жүрекпен осы Нұрболатты жақсы көреді, 2 қолын биік көтерсінші, айғайлап шулап шапалақта Нұрболаттың құрметіне соғайықшы. Ал кеттік! Айғайшы, бүгін бізде жалпы тойда 120 адам бар екен, және 2 қолын биік көтерді. Неше адам, неше қол сізге шапалақ соқты?
240 қол шапалақ соқты, дубыл шапалақ ұрайшы. Ал енді бүгінгі кешімізде Нұрболаттың сүйікті жары Әйгерімді кім жақсы көреді екен? 2 қол биік көтерсінші солға. Егер де шын жүректен жақсы көрсеңіздер, айғайлап жолап шапалақтарыңызды ұрып қойсаңыздар. Ал кетті, 1, 2. Рахмет, Әйгерім, неше саусақ сізге шапалақ соқты? Әрі дейді, ойбай. Bir adamda неше саусақ бар? Ойбай, не күлгілі отырмын жақта. Bir adamda 10 саусақ, 120-ны көбейтеміз, 10-ға қанша? 240, ойбай, математиканың проблема болып жақта. Қанша болады, Нұрболат? 1200 саусақ шапалағын соқса. Қалайда құрметті қонақтар, қазақтық салтымызбен, қазақтық даңқымызбен бүгінгі дүбірлі кешімізде Ерасылдың бір жас тойы және де тұсаукесер тойы екен. Сондықтан бүгінгі тойды мында сіздердің рұқсаттарыңызбен бүгінгі Ерасылымыздың тұсауын кесейік ағайын. Бүгінгі кешімізде кереметтеп қадамдарын басып, сіздер куәгер болып, осы тойды мында тұсаукесер рәсіміне көшетін боламыз. Ендеше ақ жолды ортаға шаяйық. Бүгінгі кешімізде Ерасылдың тұсауын кесетін бұйырып отырған жалпы кімдің әкесі отыр екен осы тойды манда. Сондықтан Марат ағамызға ду шапалақты ұрып қойайық. Бүгінгі кешіміздегі Ерасылдың кімдің әкесі? Ал бәрекелді, құрметті Марат, жалпы осы күнге дейін тұсау кесіп пе едіңіз? Бірінші рет это страшно, ойнамайды. Уайымдамаңыз. Ең бастысы бүгінгі тойды манда енді қазағымыз жаймай адамға тұсау кестірмеген. Сондықтан құрметті қонақтар, енді ата-аналар таңдап жатқан, значит, Мараттың көптеген жетістіктері бар. Алла қаласа, осы Мараттың жетістіктері Ерасылға бұйырсын деген ниет. Және де Марат ағамыз ренжімесе, Ерасыл сізден асып кетсін. Соған тілектеспіз. Енді бүгінгі тойды манда жалпы қазағымыз ала жіппен тұсау кескен, шөппен тұсау кескен, шекпен тұсау кескен. Енді біз бүгін кереметтеп осы қазақтың дәстүріменен тұсау кесу рәсімін ала жіппен кесейін деп жатырмыз тұсауын. Сондықтан бұл ненің мағынасы? Қара өмірде қаралар аз болсын, ақ көп болсын деген ниетпенен бүгінгі кешімізде өзіңіздің 1-2 ауыз сөзіңізді айтып, осы тойды манда тұсау кесу рәсіміне көшетін боламыз ағайын. Ендеше тұсау кесу рәсіміне көшпес бұрын ең бірінші Дулат ағамыз, атамыз, құдамыз отыр екен осы тойда. Сол Дулат атамыздан, құдамыздан ақ батамызды алып алайық. Содан кейін Марат ағам өзі кереметтеп тұсау кесетін болады. Қайда Дулат ағам, қайда? Дулат ағам, қайдасыз? Ал бәрекелді, Дулат ағама да бір қол қосып, қошеметтеріңізді ұрып қойсаңыздар. Ал ағам, өзіңіздің ақ батаңызды берсеңіз. Тасыға дөңгесін ойын болсын, үлкен жігіт болсын, мамасына, папасына, әжесіге жалғыз болмай үлкен міне болсын, артында қарындасы болсын, бәрімізге осындай той бола берсін. Әмин, бәрекелді. Ал енді ортаға қарай керемет құлынымызды Ерасылды ортаға келейік. Ал Марат ағам өзіңіз 1-2 ауыз сөзіңізді айтып, бисмиллахыңызды айтып, осы кереметті Ерасылдың тұсауын кессеңіз. Ерасыл үлкен жігіт өзі ақылды апасының қасында өткесіп қыз қуаныш келсін, апаның помощник болсын, жалғыз болмасын, бәрімізге денсаулық, жақсы болсын. Бәрекелді. Алайда құрметті Марат, рұқсат тұсауын кесеңіз, бисмилlah деп бүгінгі тойды мандағы Ерасылдың тұсауын кесеңіздер. Қас балам, қадамымды бас балам деп бүгінгі тойды манда тай-тай әніменен кереметті Ерасылдың тұсауын кесеңіздер. Қошеметті ұрып отырыңыздар. Енді бүгінгі тойды манда Ерасылдың алдында бірнеше таңдау бар екен. Алла қаласа
темір тұлпарны кітірген, ордада тұрған кітап, қасында тұрған ақша. Қайсы таңдайды екен? Болашақта кім болады екен? Бизнесмен, немесе профессор, немесе көліктің иесі, немесе автосалонның директоры, бастығы болуға жазсын деп, бүгінгі тойымада қол соқ қошеметтеріңізді болыңыздар. Ерасылымызға тілейтініміз, сұңқарымыз нұрынды болсаң, тұлпарымыз дүбірлі болсаң, ең керемет той бүгінгі болсаң, Ерасылдың өмірі қадығана сияқты мейлі ғұмырлы болсаң. Мейлі 2030 жыл болсаң, жүрегіміз гүл болсаң, барлық әлем танитын ислам дейтін дін болсаң, қазақ дейтін тіл болсаң. Мейлі 2050 жыл болсаң, жүрегіміз гүл болсын. Алла қаласа, Ерасыл ұлдарыңыз еліміздің президенті болсын деп, әмин деп шапалақтарыңызды ұрып қойсаңыздар. Осы тілекті Алла тағаламыз қабыл етсін деп, бүгінгі той думанда барлықтарыңызды дастархан басына шайғастырып, ең бастысы той иелері Нұрболат пен Әйгерім және де Ерасыл ұлдарына құрмет, қошемет шапалақтарыңызды ұрып қойсаңыздар. Той құтты болсын! Әйгерім ханымға таныстайын. Немесе Нұрболат, ал жақсы. Абылхайыр Биба Мария. Абылхайыр мырза Биба Мария, ханымды ортаға қарсылай. Осы керемет қазақтың ырымы бар. Осы ақ жолда сізге табыстайын деп жатырмыз. Алла қаласа сіздердің де осындай дүркір еткен, Алла қаласа бүлдіршіндеріңіздің тойы болсын. Міндетті түрде асығы бар ретінде мені шақыруға ұмытпаңыздар. Ойда қалжыңдайық. Той құтты болсын.